Қайырлы күн, қазақ елі. Желтоқсан көтерілісі 1986 жылы 17-18 желтоқсан аралығында Алматыда болған. Қазақ жастарының КСР үкіметінің отаршылдық, әміршіл әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық іс-қимылдары. Бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ жастарының тарихи елеулі оқиғасы болып табылады. Себептері: көтерілістің басталуына Мәскеудегі орталық республика халқының пікірімен санаспастан Ресейдің Ульянов облысы партия комитетінің бірінші хатшысы Колбинді бірінші хатшы етіп тағайындауы түрткі болады. Қазақстан тәуелсіздігін алған соң желтоқсан көтерілісі туралы шындық қалпына келтіріліп, бұл жөнінде желтоқсан 1986 жыл Алматы желтоқсан құрбандарын жоқтау, ер намысы, ел намысы жинақтары, мұзда жанған алау, тағы басқа кинофильмдер түсірілді. Оқиғаға қатысқандар, саяси тұрғындар қуғындала бастады. 99 адам сотталды. 264 студент оқудан шығарылды. 1987 жылы жазда ККП қаулысы шығып, желтоқсан оқиғасы қазақ ұлтшылдығының көтерілісі ретінде бағаланды. Желтоқсан оқиғасы қоғамның саяси өмірін демократияландыруға себептерін берді. Осы күнге дейін мемлекет желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызын жоғалтпауға зор үлес қосып келеді. Көтерілісінің құпияласын толығымен ашылған жоқ. 17 желтоқсан күні таңғы сағат 8:00-де қаладағы Бережнев атындағы алаңға саяси тәуелсіздікті талап еткен ұрандар мен алғашында 300-дей адам жиналыпты. Кешкісін көтерілісшілер саны 20 мыңға жетті, бірақ көтерілісшілердің қойған талап тілектері аяқ асты етіліп, бұзақыларды күшпен тарату мақсатында алаңға құқық қорғау органдары қызметкерлері мен арнайы әскери күштер тобы жеткізілген. КСР ішкі істер министрінің бұйрығы негізінде дайындалған Құйын 86 операциясы бойынша көтеріліс қатыгездікпен басып жаншылды. 18 желтоқсан күні алаңға қайта жиналмақ болған көтерілісшілерге қарсы әскер күші қолданып, көтерілісшілердің қалған топтарын ығыстыру үшін жедел отряд, милиция мен жасақтардан арнайы топтар құрылып, қала көтерілісшілеріне аттанды. Осы әскери күштер 19 желтоқсан күні қаланың әр тұсында қайтадан шеруге шықпақ болған 6 топты басып тастады. Алдыңғы көтерілісшілер таралған соң ішкі істер бөлімінде 2401 адам жеткізілген. Алматы түрмесіне симағандықтан қала сыртына апарып тасталғандары қосып есептелгенде барлығы 8-5 мың адам ұсталған. Желтоқсан көтерілісі құрбандарының қатарына Сыптаев, Рысқұлбеков, тағы басқа қазақтың жастары бар. Желтоқсанның 19-23 аралығында халықтың наразылығын шерулері мен митингілері Қазақстанның Жезқазған, Талдықорған, Көкшетау, Қарағанды, Арқалық, Павлодар, Жамбыл, Талғар, Сарқан тағы басқа қалалары мен Сарыөзек, Шамалған, Шелек елді мекендерінде жалғасын тапты. Желтоқсан көтерілісінде ККП ОК-нің қаулысымен қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріліп, көтеріліске қатысқан азаматтар қуғын сүргінге ұшырады. КСР-ның отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі тарихи маңызы үлкен зор оқиға болды. Ал ажар желтоқсан көтерілісінің бар көрінісін Әбеновтың осы фильмінде керемет баяндалады. 1988-1989 жылы фильмді бастағанда маған ешкім кедергі жасамағанда әлі де болса көптеген ақиқатты жарыққа шығарар ма едім деп ойлаймын кейде. Алаңнан тыс жерлерде 200 мыңнан астам шейіт болған жастарымыздың денелерін толық еркіндігіміз болғанда бәлкім біз табар ма едік. Ақиқаттың көбі оқиғадан кейін ақ жойылды. Мен фильмді желтоқсан оқиғасына қатысқан түрменің азабын шегіп келген уыздай жастарымыздың айтқан әңгімелері бойынша түсірдім. Қазақтың ұл қыздарын шырылдата сабап жатқан жерлерін өздерінің айтуларымен жасадым. Толқуды да оқиғаның бел ортасында болған балалардың әңгімесінен де алдым. Әдеби шығармалар, әндер барлығы осы
6-17 желтоқсан болған